Осы жұрт философ Гегельді біле ме екен? Оқығандар ғой, білетін шығар. Білсе, сол кісі айтыпты. Өз ана тілін менсінбейтіндер, өз ұлтын 3 рет өлтіргендер деп. Ол философ Гегельд қазір тірі болса, біздің Қазақстанның, өз отанында, айдың күннің аманында өмір сүріп жатқан қазақтардың, әсіресе қала қазақтарының, оның ішінде билік басында отырғандардың хал жағдайын білсе, әлгі айтқаны айтқан ба? Не деп айтарын, не нәрсеге теңерін де білмей қалар еді-ау. Қайран Гегель, сенің шәкіртіңбіз деп жүрген философ сымақтардың өзі дәл қазірде ана тілін сен сияқты қорғай алмай, көгезу болып жүр-ау. Бір кем дүние.